Бейнероликтің тұрақты демеушісі OneX компаниясы жоғары коэффициенттер, жедел төлемдер және оперативті қызмет көрсету сервисі тек сол жерде. Төмендегі сілтемемен өтіп арнамыздың промокодын қолдансаңыздар, сіздерді ақшалай бонустар күтеді. OneX сілтемесі төменде. Әлем бойынша миллиондаған жанкүйері бар испандық Барселона футбол клубы қазіргі таңдағы ең үздік, ең жүлделі және ең қымбат командалардың бірі. Жанкүйерлері жайғына клуб деген түсініктен жоғары көретін команданы негізі 1899 жылы Жуан Гампердің бастауымен қаланды. Гампер және тағы 10-15 спортшылар өз беттерімен команда құрып жоғарғы дивизионда өнер көрсетуге рұқсат алды. 1908 жылы Жуан футболшы мансабын аяқтап клубтың президенті ретінде тағайындалды. Гампердің тізгінінде алғашқыда Барселона айтарлықтай жүлделер ұтпаса да, ең алғашқы президент клубқа 8000 көрермен сиятын стадион табысталуына ықпал етті. 1922 жылы Гампер клуб қызметкерлерінің санын 10 мыңға дейін өсіріп, клубтың бюджетінің өсуіне үлесін қосты. Ал 1922 жылы каталондық клуб Camp de les Corts деп аталатын сыйымдылығы 20 мыңнан асатын жаңа аренаға көшті. Уақыт өте клуб қазынасынан ақша бөлініп, алаңның сыйымдылығы 60 мыңға дейін өсті. Енді Испанияда Барселона деген есімді айтпаған ауыз, естімеген құлақ қалмады. Еуропалық футбол сүйер қауымда каталондық клубты ақырындап тани бастады. 1912 жылы Гампер клубқа кейін мансабының 13 жылын арнап, біраз жылға үздік сүрмерген атанатын Паулиньо Алькантараны шақырды. Испандық форвард клубтың нағыз аңыз дуаншыларынан бірі танылып, 357 голмен сүрмергендер көшіне жайғасты. Арада 5 жыл өте Гампер клубты баптауға өзімен бірге бір кездер аталған команданы құрған клубтың экс-ойыншысын Джек Гринвиллді тағайындады. Бұл шешім клубтың тағдырына оңтайлы әсер етіп, Барселона 11 мәрте Каталония чемпионатын, 6 мәрте Испания кубогын және 4 мәрте халықаралық Пиренеев кубогын ұтып, алғашқы алтын эпохасын басынан кешті. Клуб тағдыры үшін өте нәтижелі, қуанышқа толы 1920 жылдардың ортасына қарай Барселона политикалық қақтығыстардың зардабын тарта бастады. 1925 жылдың 14 маусымында каталондық Орфей деп аталатын клубтың хоры өздерінің әнұрандарын шырқаудың орнына Испан патшалығының әнұранын шырқады. Жергілікті билік клубты алдымен 6 кейін 3 айға жауып, Жуан Гамперді президенттік қызметінен кетуге мәжбүр етті. Арада жылдар өтіп, клубтың негізін қалаушы бұған шыдамай, депрессия салдарынан өзіне қол салып дүниеден озды. Клубта өте мықты ойыншылар өнер көрсетсе де, клуб саяси қысым салдарынан сәтсіздіктерге тап бола бастады. Политикалық соғыс халық үшін спортта екінші орынға қойғызды. Клуб саяси, қаржылай және нәтижелік дағдарысқа тап болды. 1936 жылдың 6 тамызында Франциско Франконың әскери клубтың жаңа президенті Хосеп Суньоляны өлім жазасына кесті. Арада бір жыл өте Патрик О'Коннелл тізгіндеген каталондық коллектив ақш пен Мексикада өтіп жатқан турнирге аттанды. Ал дәл сол сәтте Испания мен Каталония арасындағы қақтығыс үдеп, азаматтық соғыс басталып кетті. Турнир аяқтала каталондық футболшылардан бірі елдеріне оралса, басқалары жан сақтау үшін Мексика мен Франция жеріне қашты. 1938 жылдың 16 наурызында Франконың әскері Барселонаның алаңын бомбамен жарып, клубқа үлкен шығын келтірді. Бірнеше айдан кейін Барселона қаласы да жергілікті клубта Франктың отарына өтті. Ал 3400 адамға дейін қысқарған клуб қызметкерлері тәртіпке бағынбаған ұлтшылдар деген атқа ие болды. Кеңес одағы біздің зиялыларымызға берген халық жауы атағы сияқты. Франциско Франконың диктатурасы кезінде каталондықтар көрмегенді көрді. Испандық диктатор каталон тіліне тыйым салып, туларын көрсеткендерге қатаң жаза қолданды. Ал Барселона осы ережеге сәйкес атауын өзгертуге мәжбүр болып, ағылшындық футбол клуб Барселона деген атауын испандық клуб де футбол Барселона деген атқа өзгертті. Бұндай атауды көтеріп Барса 33 жыл жүрді. Осы 33 жылдың ішінде клубтың логотипінде каталондық тудың бейнесі болмады. 1943 жылы Барселона сол сәтте Генералиссимус кубогы деп аталған Испания кубогына жартылай финалында Мадридтік Реалмен кездесті.
Алғашқы ойын Каталонда клубтың алаңында өтіп, алаң иелерінің пайдасына 3-0 есебімен аяқталды. Ал жауапты Мадрид қаласындағы матч клуб тарихындағы ең ірі жеңіліспен аяқталды. Небәрі 90 минуттың ішінде испандықтар Каталонда клубтың қақпасына 11 гол соғып, бір мәрте ғана гол өткізді. Өте қиын саяси жағдайға қарамастан Барселона 1945 жылы Испания чемпионатын бағындыра білді. 1948-49 жылдарда клуб үшін сәтті аяқталып, Барселона Испания чемпионатынан бөлек Латан кубогын ұтты. 1953 жылы Барселона алтын дубль авторы атанып, чемпионат пен кубокты бірден ұтты. 57 жылы тағы Генералиссимусты ұтса, 1958 жылы жәрмеңке кубогын бағындыра білді. Ал клуб өзінің орталық алаңының атын Камп Ноу деп өзгертті. Екінші демін ашқан Каталонда клубты Эленio Herrera тізгіндей салысымен командаға Луис Суарес сынды, кейін Еуропаның үздік ойыншысы атанып, алтын доп жүлдесін ұтатын ойыншылар келді. Дәл осы бапкердің тізгінінде Барселона сол сәтте Еуропа чемпиондар кубогы деп аталған чемпиондар лигасының жартылай финалында Мадрид Реалды 5 жыл қатарынан отқан монополиясынан кейін ұшырған алғашқы клуб атанды. Алайда Барса финалға өтсе де Португалдық Бенфиканы ұта алмады. 60-шы жылдар Барселона үшін аса сәтті өтпеді. Клуб небәрі 2 Испания чемпионаты мен 1 жәрмеңке кубогын ұтты. Ал Испаниядағы үстемдік Реал мен Атлетиконың таласына түсті. 1974 жыл Барселона үшін ерекше мағынаға ие. Біріншіден, клуб дәл сол жылы өзінің ескі ағылшындық атауын қайтарса, екіншіден, клубқа болашақта Каталонда клубтың табиғатын футболшы және бапкер ретінде өзгертетін тұлға Йохан Кройф келді. Ойыншы ретінде голландиялық шабуылшы бірден негізгі құрамға ілігіп, каталондық жанкүйерлердің көзайымына айналды. Келе сала Кройф Барселонаға Испаниядағы үстемдікті қайтарып, Эль Классикода Реалды Бернабеуде 5-0 есебімен ұтудың себепкері болды. 1978 жылы Кройф Барселонадан кетуді шешті. Клубты 1978 жылы Хосеп Луис Нуньес басқарып, Барселона қаржылай және саяси тұрақтылыққа ие болды. Нуньестің басқаруымен Барса алдымен 2 мәрте кубок иегерлерінің кубогын және 3 мәрте Испания кубогын ұтты. Кейін клубқа тарихтағы үздік шабуылшылардан бірі Диего Марадона қосылды. Аргентиналық ойыншы үшін Каталонда клуб рекордтық сол сәтте 3 миллион фунт төледі. Осы жылдар аралығында Блаугранда клубты сапына Берн Шустер, Гарри Линекер, Марк Хьюис сынды ұлы ойыншылар қосылды. Тұрақтылықпен өткен көп жылдардан кейін Каталонда клубтың басты қарсыласы Мадридтік Реал феноменалды нәтижелер көрсетті, Барса тағы 2-ші орынға ығысты. Осы мәселелер Нуньестің президенттік орнынан кетуіне себеп болды. Ал ұлы көшбасшыдан кейін көптеген ұлы футболшылар да командадан кете бастады. Ұлы Йохан Кройфтың екінші оралуы Барселонаның тағдырын көтерілумен қайта құлау бейнесіне суреттеді. 1988 жылы бапкерлік қызметке тағайындалған голландиялық Йохан клубқа жаңа система, жаңа тактика енгізуден бөлек клубтың философиясын өзгертті. Кройфтың тізгінінде Барселонада Амор, Гвардиола, Хосе Мария Бекеро, Надаль, Эусебио, Рональд Куман, Микаэль Лаудроп, Ромарио, Христос Стоичков сынды футбол жұлдыздары өнер көрсетті. Йохан Кройф клубты тізгіндеген жылдары Барса 4 мәрте Испания чемпионатын, 1 мәрте Испания кубогын, 3 мәрте Испания суперкубогын және де Еуропа чемпиондар кубогын ұтты. Өмірде ақ пен қара қатар жүреді деп бекер айтпайды. Дәл солай Кройфтың бапкерлік әлем шыңының келесі бейтерін қара жолақтар күтуде болды. Голландиялық бапкер тізгіндеген Барселонаны 1993 жылдан кейін тану қиынға соқты. Ішкі чемпионаттағы сәтсіздіктер азай, клуб сенсациялық түрде чемпиондар лигасының финалына шығып, итальяндық Миланнан 0-4 есебімен ойсыра татылды. Осыдан кейін Кройф тағы 2 жыл клубты баптаса да айтарлықтай нәтижелерге жете алмады. Сөйтіп маусым өте Каталониядан кетуді шешті. Йохан Кройф кеткеннен кейін клубта ағылшындық сэр Бобби Робсон тізгіндей бастады. Аталған бапкермен Барса алғашқы алтын хет-трикті іске асырды. Клубқа бразилиялық Роналдо келіп, Барса футбол элитасына айнала бастады. Кейін клубты голландиялық Луи Ван Гал қолға алып, командаға Луиш Фигу, Луис Энрике Мартинес, Патрик Клюйверт, Ривалдо сынды жұлдыздар қосылды. 1998 жылы Барса Испания чемпионаты мен кубогын ұтса да чемпиондар лигасында аса сәтті ойнады деп айту қиын. Кейін тағы сәтсіздіктер басталып, клубтың жұлдыздары мен тіпті капитаны басты қарсыластың сапына ауысты. 21 ғасыр Барселона үшін Франк Райкардтың эпохасы деген атаумен басталды. Клубтың президенті болып Жоан Лапорта тағайындалып, Барселона тағы да ояна бастады.
Клубқа Рональдиньо, Этоо, Деку, Белети сынды жұлдыздар келсе де, Барселона клуб түлектерінде ойнату приоритетін мұқият сақтанатын. Осы себепті негізгі құрамға Виктор Вальдес, Карлес Пуйол, Хави, Инеста және Лионель Месси сынды жас өте талантты ойыншылар іліге бастады. Райкардтың тізгінінде Барселона 2 мәрте Испания чемпионатын, 2 мәрте Испания суперкубогын ұтып, көп жылдан кейін алғаш рет чемпиондар лигасын бағындырды. Райкардтың эпохасы Барселонаға әлем шыңындағы тұрақтылық пен жоғарғы нәтижелер сыйласа да, каталонды клуб әлемдік гранд статусына Гвардиола келгеннен кейін ғана қол жеткізді. Себебі Райкард болсын, Бобби Робсон болсын, олар қолындағы бар ресурстарды қолданып, қадамдарын байқап басатын, ал Гвардиола тәуекелшіл болатын. Қасып клубқа келе сала барлық системаны өзгертіп, Деку, Тюрам, Рональдиньо сынды сиқыршы, бірақ тұрақты емес ойыншылардан құтылды. Қасып мәнін жоғалтып, ұмытылып бара жатқан Йохан Кройфтың философиясын тірілтіп, классикалық ойын стилін қалыптастырды. Алайда бұл Кройфтың кезіндегідей жай ғана прагматикалық ойын үлгісі емес, допқа 90% иелік етіп қысқа өте жылдам пастармен мүлде бөлек деңгейдегі командалық байланысты көрсететін философия болды. Ал оны негізін қалаған Пеп бұны тики-така деп атады. Әлемдік спортқа жаңа термин енгізген клубты тоқтату ұзақ жылдар бойы мүмкін болмады. Гвардиола мен Барса 3 мәрте Ла Лиганы, 2 мәрте Испания кубогын, 3 рет Испания суперкубогын, 2 мәрте Чемпиондар лигасын, УЕФА суперкубогын және дәл осылай 2 мәрте клубтық әлем чемпионатын ұтты. Барселонаның тарихындағы алғашқы требліне әкелген Пеп Блауграна клубпен 14 жүлде ұтты. Десе де бұл философияда мәңгілікке созылмады. Түптің түбінде Жозе Мауриньо тізгіндеген Мадридтік Реал Барсаны ішкі чемпионатта да Евро-аренада да басы бозды. Сөйтіп Пеп каталонды клубтан кетуді шешті. Гвардиоладан кейін клубты Тито Виланова, Мартино, Луис Энрике сынды бапкерлер тізгіндесе де барлығы бірдей орташа нәтижелер көрсете білді. Бірақ Энрикенің тізгінінде Барселона жағына 9 жүлде ұтып қана қоймай, тағы да Олимптың шыңына шықты. Клубта Еуропаның үздік ойыншыларынан 3-тігі жиналып, МСН деген атаумен клубтың тарихындағы 2-ші треблды бағындырды. Осыдан кейін сәтсіздіктер тағы да жалғасып, Неймар ПСЖ-ға, ал Суарес Атлетикоға ауысты. Бұған дейін клубтың негізін құрған Хави мен Инеста да құрамда болмады. Кейін клубты Вальверде, Сетьен сынды бапкерлер тізгіндесе де, Барса ішкі чемпионаттан әлі де асатын емес. Қазіргі таңда клубты Рональд Куман тізгіндеп, Лео Месси келісімшартының соңғы айларын атқарып келеді. Кез келген ұлы клуб сияқты Барселонаның да өзіне тән ерекше қайталанбас тарихы бар. 122 жылдық тарихында каталондықтар саяси басқыншылық пен қысымға қарамастан қиындыққа мойымай әр сәтсіздіктен кейін көтерілуге болатынын дәлелдеп бізді футболға ғашық етті. Болашақта не болса да Барселона жай ғана клуб емес екенін сеніммен айтуға болады.